Бұл жай ғана қорған емес, бұл үнсіз жатқан тарих. Желмен сыбдырлаған әрбір тасы бізге жеткен бір тағдырдың ізі секілді. Осы жерде бір адамның өмір жолы бүтін бір әулеттің шежіресіне айналған. Ел аузындағы деректерге сүйенсек, бұл тарихтың тамыры тереңде жатыр. Оның бастауы Тауданбек есімді шеберден басталады. Аягөз өңірін мекендеген Найман руынан шыққан жан. Тағдырдың жазуымен Тауданбек пен жайлы бала туған жерін тастап, Алтай асып, Моңғолия жеріне қоныс аударған. Сол көш жай ғана қоныс аудару емес, тұтас бір әулеттің жаңа тағдырдың басталуы еді. Сол әулеттен уақыт өте келе ерекше тұлғалар дүниеге келді. Солардың бірі Дәуітбай. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында өмір сүрген ол қарапайым адам ғана емес, ақын жанды, күй шығарған. Бұл кісінің өзі үлкен тарих дейтін себебім, бұл кісі қоғам қайраткері болған. Моңғолия үкіметіне еңбек сіңіп, Тұрар Рысқұлбекке Ұлан Батырдың атын қойған. Қазақшасы Қызыл Батыр. Бұл туралы сіздер 3-4 жылдың алдында Тұрар Рысқұлбек жайлы кино ойналды Есік қаласында. Сол кезде осы бабамыздың немересі Мұрат ағамыз Дәуітбай рөлінде ойнады. Көрсеңіздер болады. Екіншіден, бұл кісінің композиторлығын жеке зерттеу керек. Өйткені жаңа күйлер жинағында Қазақстандағы энциклопедияда бұл кісінің 17 күй бар екен. Бұл әр күйдің шығу тарихын жеке зерттеу керек. Одан кейін үшіншіде бұл кісінің батырлығын жеке зерттеу керек. Халыққа сіңірген еңбегін. Төртіншіде бұл кісінің көріпкелдігін жеке зерттеу керек. Бұл кісі үлкен тарих. Сондықтан Назерке бастамасы кәне. Әлі ешкім бұл кісі жайлы толық зерттеген жоқ. Әр салада зерттеледі деп сенемін. Алайда заман өзгерді. Саяси қысым күшейіп, талай тағдырлар сынға түскен кезең туды. Сол ауыр кезең Дәуітбай әулетінде айналып өтпейді. Қуғын сүргін, белгісіздік, үнсіз жоғалған тағдырлар. Оның өмірінің соңғы кезеңі тарих беттерінде нақты сақталмаған. Бірақ есімі халық жүрегінен өшкен жоқ. Дегенмен халық жадында оның есімі өшкен жоқ. Ел арасында айтылатын тағы бір дерек бойынша Дәуітбайдың зираты Панфилов ауданы Тұрпан ауылы маңында орналасқан деседі. Бұл орын бүгінде ерекше құрметпен аталатын қасиетті мекендердің бірі саналады. Зираттың тағы бір ерекшелігі оның 8 қырлы болуы. Бұл жай ғана сәйкестік емес. Найман сөзі көне моңғол тілінде 8 деген мағынаны білдіреді. Сол себепті де бұл жер Найман әулетінің тарихи белгісі ретінде қарастырылады. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, адамдар бұл жерге келіп, дұға жасап, ниет тілейді. Бұл тек бір зират емес, бұл халық жадында сақталған рухани орын. Бақтаға сіз Дәуітбай атаның тікелей ұрпағы ретінде бір мәліметтер беріп жіберсеңіз. Иә балам, біз енді жалпы мына Дәуітбай атаның немересі болып келем. Осы атамыз міне біздің ауылымызда, міне Жаркент жерінде, Тұрпан ауылында осындай қасиетті атамыз бар, міне Дәуітбай атамыз. Енді жалпы атамыздың енді жалпы тарихы соның Моңғолиядан басталады. Содан 40 жылдары, 50 жылдар төңірегінде осында келеді. Осы атамыз осында топырақ берген екен. Енді бағам жалпы енді бұл кісінің қасиеті, жалпы халық біледі, жаңағы өзіне деген бойына сіңірген қасиеті өте мол. Яғни ата тегінің Найман екендігі, Найман тайпасынан шыққандығы, сонда да жаңағы мынау кеселедінде. Енді ол кісі өзінің өсиеті бойынша осылай жасалып тұр ғой. Бұл фильм бір қорғанның тарихы ғана емес, бұл бір әулеттің шежіресі, бір халықтың тағдыры және ұмытылмаған өткеннің жаңғырығы. Уақыт өтеді, ұрпақ ауысады, бірақ тарих жоғалмайды. Өйткені тарих оны іздеген жүректерде өмір сүреді. Ал өткенді сақтау болашаққа деген аманат.